Сәлем достар, бүгін біз дәмі керемет, мақ қосылған пирог жасайтын боламыз. Үйде отбасыларыңызбен шай ішкенге керемет рецепт. Менің каналымда алдағы уақытта көп рецепттер болады, өздеріңізге алыңыздар. 4 қасық сметанаға 3 жұмыртқа салып араластырып аламыз. 100 грамм қант саламыз. Достар, венчикпен істесеңіздер де болады, миксерсіз де бір жасағаннан шығатын пирог. Осылай араластырып алдық. Енді бір жарым разрыхитель шай қасықпен салып, тағы да араластырып аламыз. Сосын сұйық май саламыз 100 грамм. Тағы да араластырып аламыз осылай. Сосын мақ қосамыз 5-7 граммдай. Осылай қосып араластырып аламыз. Енді ұн саламыз. Ас қасықпен 9 ас қасық ұн саламыз. Бір жасағаннан шығады. Қыздар, бұған тараздың керек жоқ, өлшеп салудың. Осылай көз мөлшерімен салсаңыздар, осындай әдемі масса шықты. Силиконовый ыдысымызға осылай саламыз. Қарасаңыздаршы, дәмді екені массадан көрініп тұр. Енді 180 градусқа пісіріп аламыз. Дәмі керемет, дәмді шықты. Жасап көріңіздер.